Рахмет, Чарльз. Шақырғандарыңыз үшін осындай пікір алмасуға қатысып отырғаныма бүгін осы жерде араларыңызда болу мен үшін үлкен құрмет. 2 жыл бұрын ғана біздің еліміз тәуелсіздігінің 30 жылдығын атап өтті. Ол кезде мен 8 жаста едім. Қазір 30 жыл өте келе мен сіздермен, құрметті спикерлермен бір сахнада отырмын. Әлемдік экономика саласында сіздер біліміңіз терең. Біздің тарихымыз, еліміз және компаниямыз жайлы айтқым келеді. Астана Моторс компаниясы ритейл, машиналар сату саласында, Қазақстанда, Өзбекстанда ритейл саласында компания жұмыс істейді. Чарльз, сіз өте қызықты тақырыпты қозғадыңыз. Біз осы күрделі сын-қатерге 4 жыл тап болып келеміз. Бізде Қытайда, Жапонияда, Кореяда серіктестеріміз бар. 16-дан астам бренд бізбен бірге жұмыс істейді. Біз 14 брендтің дистрибьютор болып табыламыз. Біз машиналар жеткізу, қосалқы бөлшектер жеткізу, жартылай жеткізгіштер жеткізу үшін жауап береміз. Және біз осы сын-қатерлерге тап боламыз. Әрине, бұл COVID-19, одан кейін тағы бір үлкен сын-қатер пайда болды. Бұл жартылай өткізгіштердің тапшылығы. Осыдан кейін жеткізілімдер тізбегіндегі проблемалар, соғыс. Әрине, бұның бәрін еңсеру бізге оңайға түспей жатыр. Бұл күнделікті жұмыс. Біз жұмысқа келіп, бірдеңе проблемалар пайда болады, бірақ біз оны шешуге тырысамыз. Осылайша біздің компания, біздің еліміз үшін бұл оңай міндет емес, бірақ біз бұдан мүмкіндікті көріп отырмыз. Біз кәсіпкерлеріміз, бизнесмендеріміз, біз компаниямызды дамыту, елімізді дамыту мүмкіндіктерін тапқымыз келеді. Бізде даму үшін жақсы мүмкіндік бар деп есептеймін. Неліктен? Бірінші кезекте біз Қытай мен Еуропа арасында орналасқанбыз. Біз жаңа жібек жолы іспеттесіз. Біз үшін бұл орасан зор мүмкіндік. Логистикалық бизнесті дамыту мүмкіндігі, жеткізу мүмкіндігі, Қытай тауарларын Еуропаға жеткізу тұрғысынан. Және екіншісі, көптеген еуропалық, жапониялық брендтер өкінішке қарай Ресейден кетуде. Біз сол брендтермен жұмыс істейміз және олар өзінің стратегияны өзгертіп жатқан сезініп жатырмыз. Олар Орталық Азия жайлы ойланып жатыр, өздерінің күш-жігерін Орталық Азияға шоғырландырғысы келіп тұр. Ал Қазақстан Орталық Азияның дәл жүрегінде, ортасында орналасқан. Егер олар бізге осындай мүмкіндік ұсынатын болса, жаңа зауыт салып, жаңа өндіріс желісін ашу, жергіліктендіруді арттыруға мүмкіндік ұсынса, біз осы мүмкіндікті қолдар едік. Құрметті спикерлеріміз кері жаһандану туралы айтқан еді. Мысалы, Швейцария үшін бұл тәуекел шығар, бірақ бұл Қазақстан үшін бұл мүмкіндік болып табылады. Біздің үкіметіміз жаңа өнеркәсіп орындарын ашқылары келуде. Шикізаттан бастап дайын өнімге дейін. Бұл аспектіде, бұл тұрғыда белгілі бір кері жаһандану және протекционизм, жаңа шынайы өнеркәсіптерді ашуға мүмкіндік берді. Мысалы, автомобиль жасауда Астана Моторс 2 Hyundai зауытына Алматыда инвестиция салуда. Екіншісі, бұл коммерциялық зауыт, автобустарды өндіру бойынша, коммерциялық көлік құралдарын өндіру бойынша. Бірақ бұл жеткіліксіз. Шынайы индустрияны жасау үшін, бұл автомобиль индустриясын жасау үшін бұл жеткіліксіз. Әрине, қосалқы бөлшектерді, құрамдастарды өндіру қажет. Бізде жаңа мақсаттарды алға қойып отырмыз. 2 ай бұрын біз үлкен зауыт салатын жайлаған едік. Бұл қытайлық зауыт болмақ. Біз келіссөздер жүргіздік. Ірі қытайлық компаниялармен келіссөз жүргіздік. Бір жерге Шайнан, Черен, Хавал брендтерін біріктіруді мақсатын көздеген едік. Олар бұрын кездеспеген еді. Олар бізбен келісімге қол қойды. Бұл бізге мүмкіндік
мүмкіндік туғызады. Бұл зауыттың қуаты жылына 90 мың автомобиль болады. Бұл цифр жергіліктендіру бойынша мүмкіндік береді біздің үкіметімізге, елімізге. Сенеміз, үкіметіміз жергілікті немесе халықаралық компанияларға қолдау көрсетеді. Осы жерде елімізде өндіріс ашқысы келетін, осы жерде өнеркәсіп дамытқысы келетін компанияларға үкімет қолдау көрсетеді. Біз сол үшін үкіметімізге рахмет айтамыз. Біз батыл, патриот болуымыз қажет, елімізге инвестиция салуымыз қажет, бәсекелестерімізге, серіктестерімізге бұны істеу керек екенін көрсеткіміз келеді. Рахмет, Бекнұр.